Мәңгілік бала бейне атты кішкене үзінді шығарма. Бұнан үзінді көрініс. Лайла, қайда жүрсің деме саған. Қалай не болып қалды? Осы саған жетпей жүрген менілік педі? Малда қамауға адам жетпей жатқанда сенің мұның не қыдырып жүрсің? Ана, адам емеспіз бе? Сөзін қарай көрші өзіне, адам емеспіз бе дейді ғой. Өзін адамға тегіпті. Мына сыпыртқыны ал да, мен келемден кешірен бет сыпырып қоятын бол. Сезімсіз, жүрексіз, қатыгез адамның төрттілігіне сай болады. Табалайсың ғой, табалай бер, табала. Мен осы қасіретімді Құдайдан сұрап алғандай. Я, мен сеніңше сұрап алған тағдырым осы. Отыңмен кіріп, күремен шығам, не жетпейді. Ей, мұнаған не болған? Кескен кім? Ей, байғыз көр, жасыңды біз емес Құдай көрсін. Соның ілтипатын көр, берін көр. Ал сыпырғышты бере ғой, өзім сыпырып тастайын. Жылама, қызым, жылама. Барлығы да жақсы болады. Ал енді жатып демала ғой. Ләйлек. Құмар, сен мен бастасын құмар емессің бе? Қандай әдемі болып кеткенсің. Әрине танымасқа. Бақыттысың ғой, кешір мені. Сен де бақыттысың, Лейла. Мен сені бүгін тойға шақырам. Тойға кешке кел. Білмеймін. Әжеңнен сұрап алайын ба? Саламатсыз ба әже? Қарағым, Құмаржан-ау, Ләйлә үлкен қыз ғой. Барамын десе барады ғой, бармаймын десе өзі білсін. Сау болыңыз әже. Ләйлә, мен сені кешке тойда күтемін. Сау бол, қарағым. Қап шаршап отқанымды қарашы. Ләйлә, бүгін сен тойға барасың ба? Екеуміз бір қыдырып қайтайық. Сенің көңіл күй көтеріледі, және де серігіп қайтасың. Жүр, менімен тойға барып. Барасың ба, я? Жарай, барамын. Önce мен тойға кетіп киімдерімді дайындай берейін. Шіркін-ай десеңші, менен басқасының бәрі бақытты, көңілді. Бұл өмірде бақыт деген 12 мүшемнің саулығында екен ғой. Бақытқа зар болған мен қандай сорымын. Білемін, өспеймін. Құдайым-ау, неге мені сонша қорладың? Ләйлә, осы қайда жүр өзі? Кешке қарай қыдыратын болғансың ба? Айтпады деме, күз болмай қыста үйден қуып шығамын. Өтінемін, тек үйден қумашы. Оны өзім шешемін. Бар үйге кір. Құмар, келші Құмар. Кешегідей менімен сөйлесші. Мен сені өзімнің жанымда күтемін. Ойбай, мына сандырақтап жатыр ғой. Қап, қызулап жатыр екен. Түнде суық тиген ғой. Қап, дәрігер шақырып келейін. Ләйләнің қызуы бар. Кеше суық жеп қалған болғанына дәріні бермесін. Қарағым, Ләйләжан-ау, сен ойында мына дәрілерді ішсең тезекті сауып кетеді. Ертең-ақ шауып жүресің. Тамақ ішесің бе? Қарның ашып жатыр ма? Қош бол, менің жалғыз қасым. Ай, және мен сүйек баласы. Қош бол, менің әжетайым. Қош бол, жақсым. Ләйлә, әлі ұйықтап жатсың ба? Түс болды ғой. Мына өлгеннен соң ма өзі? Ләйлә, тұршы. Тағы жарылыс болды. Ләйлә, тұршы. Ләйлә.